Саламатсыздар ма студенттер, бүгін сіздермен өтілетін тақырыбымыз жалпы қайталау, тәжірибені талдау және нәтижені бағалау. Жалпы қайталау, яғни спорттық немесе оқу тәжірибесін толық талдауға бағытталған процесс. Бұл кезеңде спортшылар немесе студенттер өзінің алған тәжірибесін бағалап, жетістіктерін, кемшіліктерін анықтайды. Нәтижені объективті түрде бағалау келесі мақсаттарға қызмет етеді, яғни алдағы дайындықты тиімді жоспарлау, жеке немесе командалық жетістіктерді арттыру, болашақта қателіктерді болдырмау. Тәжірибені талдау әдістеріне келетін болсақ, яғни көзмен бақылау, яғни визуалды талдау, видеозапись деген сияқты. Жаттығу немесе жарыс барысын көру арқылы техникалық қателіктерді анықтау, бейне жазбаны қолдану, қозғалыс техникасын қайталап қарау, динамика мен жылдамдықты бағалау, физиологиялық көрсеткіштерді өлшеу, жүрек соғу жиілігі, тыныс алу, күш пен жылдамдық көрсеткіштері және статистикалық талдау. Жалпы қайталанудың мәні мен міндеттеріне келетін болсақ, алдағы дайындыққа қажетті түзетулерді жасау, өткен жаттығулар мен жарыстардың нәтижесін талдау, және спорттық тәжірибені жүйелі түрде қарастыру және жеке күшті және әлсіз жақтарды анықтау болып табылады екен. Нәтижені бағалау критерийлеріне келетін болсақ, физикалық көрсеткіштер, техникалық көрсеткіштер және тактикалық көрсеткіштер бағалау критерийлеріне кіреді екен. Яғни физикалық көрсеткіштер олар жылдамдық, күш, төзімділік, техникалық көрсеткіштер олар қозғалыс дәлдігі, үйлесімділік, қателіктер саны және тактикалық көрсеткіштер олар стратегияны дұрыс қолдану, қарсыласпен әрекеттесу. Қайта жоспарлау және түзету. Талдау нәтижесінде алдағы жаттығу жоспарын түзетіледі, артықшылықтарды сақтау, кемшіліктерді жою және физикалық, психологиялық және тактикалық компоненттерді теңестіру болып табылады екен. Жалпы тәжірибеден алынатын сабақтар олар қателіктерді жүйелі түрде тіркеу, жеке спортшының немесе команданың мықты жақтарын пайдалану, үздік әдістерді қайталау және дамыту және нәтижелерді болашақ жетістіктер үшін дерек ретінде қолдану. Қорытынды. Жалпы қайталау спорттық немесе оқу тәжірибесін кешенді талдау мен бағалаудың негізгі кезеңі. Бұл процесс келесі нәтижелерге қол жеткізеді, яғни дайындықтың тиімділігін арттырады, техникалық, тактикалық және психологиялық аспектілерді жетілдіру, спортшының немесе студенттердің дамуын объективті бағалау. Үйде тапсырма. Соңғы өткізілген жарыс немесе жаттығу тәжірибесін талдап, артықшылықтар мен кемшіліктерін жазып шығу. Одан бөлек сіздерге берілген 10 тест, осы берілген тесттерді орындаймыз, яғни білесіздер, бірінші сұрақ, одан кейін дұрыс жауап вариантымен жазылу керек болып табылады. Осы берілген 10 тестті орындаймыз және үй тапсырмасын жазамыз және міндетті түрде берілген өтілген лекцияны да жазамыз. Бүгінгі тақырыбымыз осы соңғы сабағымыз. Назарларыңызға рахмет.